Дарияның жағасында бір қала бар, айналған сыр елінің мақтанына деп ақындар жырға қосқандай, ұлы Сихон дариясының бойына орналасқан сыр өңірінің бас қаласы, еліміздің алғашқы астанасы Қызылорда қаласының туған күнімен барша сыр бойлықтарды құттықтаймын. Қызылорда ұлттық мемлекеттілігіміздің бесігі болған мекен, барша қазақтың рухани ордасы болған жер. Сол үшін де мен туған жерім Қызылордамен мақтанамын. Әр адам өз туған жерін мақтан етеді, қадір тұтады. Туған жерге қызмет ету ол әрбір азаматтың игі арманы, мақсат мүддесі деп білемін. Менің де денсаулық сақтау саласына қызмет етіп келе жатқаныма 30 жылдан астам уақыт болды. Барша ақ халатты абзал жандардың атынан қызылордалықтарды қала күнімен құттықтаймын. Шежірелі шаһарымыз өркендей берсін, өрлей берсін.